Ардақты ағайын, студиямызға қонақжай келіп жайғасқан алғашқы қонағымыз да бар, танысып отырыңыздар. Қош келдіңіз. Қожахмет Гүлім Ғалымқызы, медбике, кондитер. Иә, рахмет. Қош көрдік. Қалыңыз қалай, Гүлім ханым? Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Өте тамаша, керемет. Тамаша. Енді бірден көзім осы үстелдің үстінде тұрған тәтті кетісті. Бүгін шоколад күніне орай Гүлім ханым бізге осындай керемет сыйлық алып келген екен. Үлкен рахмет. Енді айтып жатырмыз сізді медбике, кондитер деп сонымен қатар. Енді осы кондитерлікті қашаннан бастап қолға алдыңыз? Негізі мектеп кезінен бастап пісіргенді жақсы көретінмін. Кейіннен осы декреттік демалысқа шыққан кезде YouTube курстарын сатып алдым. Оның алдында өзімде неше түрлі торттарды пісіріп, рецепттер шығарған болатын. Соны қалай дамытсам екен деп ойлап жүрген кезде әлеуметтік желіден YouTube курстарын көріп қалдым. Сол курстардың барын оқып алдым да, өзім қазақ тілінде контент жүргізуді жоспарға алдым. Енді қазіргі таңда YouTube каналым бар. Сол канал арқылы жас үйде отырған қыз келіншектерге өзінің жаңағы бизнесіне түрткі болсын деп үйде отырған қыздар осындай тәттілерді пісіріп үйреніп, басқа кісілерге сату арқылы немесе өздері үйлерінде жасап, отбасыларын қуанту үшін осындай канал ашып қойғанмын. Бәрі тегін. Қазір көбінесе барлығы мастер-класстар сатып алып жатады. Оның бәрі қыруар ақшаға келіп тіреледі. Көбінесе жақсы көретін қыздар оқи алмай қалып жатады. Одан да мен өзімнің білгенімнің барлығын YouTube каналға салып, тегін өздері үйренсе екен деген ойым болды. Өйткені әрбір қазақ қыз баласы білсе екен деген ойым болды. Керемет, енді үлкен бір мүмкіндік беріп жатсыз. Қазір енді тегін дүниені дұрыс пайдаланып жатқан жандар бар. Соның бірі сіз болып отырсыз. Енді шын мәнінде ғаламтор үйренем деген, білем деген азаматтарға таптырмас оқулық деп айтсақ та болады. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қоңырау қабылдап алайық. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз. Қайырлы таң, сәлеметсіздер. Қайырлы таң. Күн сауалына жауап берген кезде Мархабат. шоколад сөзі ол ацтек тілінде ащы су деген мағына береді. Тамаша. Себебі ол бұрын қант болмаған ол кезде. Сондықтан ащы сусын жасалған шоколадтан. Тамаша. Есіміңіз кім болады? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Гүлзат апай, Талдықорған қаласы. Тамаша. Гүлзат апай, өзіңіз тәттіні қаншалықты жақсы көресіз? Енді бұрын жастау кезімізде көбірек жедік қой, қазір аса көп жемейміз тәттіні. Ең сүйікті тәттіңіз бар ма? Ау, Ең сүйікті тәттіңіз қандай? енді сол шоколад жағы ғой, шоколад конфеттері. Тамаша. Енді кез келген бала кішкентай кезінде қонақ келсе үстелді айналшықтап шықпай қоямыз ғой. Сол кездегі қандай тәттілер бар еді, есіңізге түсірсеңіз? Енді біздің бала күнімізде де болды ғой конфеттің түрлері. Мысалы, ирис дейсіз ғой. Немесе біздің ата-анамыз айтып отыратын сол бор кәмпит. Қазірде айтып отырады, дәмі деген ерекше, сендердікіне жетпейді деп. Сол рас па? Рас, қазір конфеттердің дәмдері басқаша болып барады. Тамаша. Рахмет, Гүлзат апай, хабарласқаныңызға жауабыңыз қабылданды. Керемет. Енді біз сұхбатымызды жалғастырайық әріптес. Енді мен қыз бала болғаннан кейін қызығушылығым ерекше артып отыр. Қалай медбикеден кондитерге бет бұрдыңыз, немесе өзіңіздің қызығушылығыңыз осылай ашылып жатыр ма? Негізі тұрмысқа шыққан кезде өзімнің арманым болды. Негізі тұрмысқа шықпай тұрып та осындай тәттілерді пісіріп жүрген болатын. Мамамның рецепттарымен, әпкемнің рецепттарымен. Содан тек сол білетін рецепттарды ғана емес, кейіннен тағы да басқа да рецепттарды іздей бастадым. Әр рецепті көре бастағанда, мысалы, басқа блогерларды қарадым YouTube'тан. Көбінесе жаңағы жасаған рецепттері дұрыс шықпай қалатын. Бір ингредиент дұрыс болса, біреусі дұрыс болмай қалатын. Содан көңілім қалып, қаншама рет басқа да блогерларды қарап, сөйтіп жасап жүрдім. Сөйтіп пісіріп жүргеніме бір шамамен алсам 10-15 жыл болыпты. Қарап отырсам, қазір енді YouTube курстарын алғалы бері өзімнің жаңағы тәжірибеме байланысты көптеген жаңағы нелер жасадым ғой, эксперименттер десем де болады. Солардың бірінен рецепттарды өзімде шығара бастадым.
қазір неше түрлі торттардың рецептілері мен каналымда бар. Барлығын қарап жасап нетсе болады. Үйренуге болады дейсіз ғой. Иә, бәрі өте оңай жасалады. Оның үстіне барлығы қолжетімді. Қазір көбінесе барлығы ақша жағынан қысылып жатады ғой. Бұл жерде қарап, біріншіден өте тез жасалады, екіншіден уақыттарын да үнемдейді. Бірден бизнес бастап кетіп жатқан адамдар да бар. Бір-екі рет каналымды көрген кісілер жазды. Мен үстіп сіздің рецепттарыңызбен қазір заказ қабылдап жатырмын деп. Керемет. Яғни сіз көп адамдарға бір мүмкіндік сыйлап жатырмын дейсіз ғой. Енді айтып жатсыз, қазір бәрі қымбат деп. Алатын құрамдарында да бір қымбат тұсқа түсетін заттар бар. Сіз енді ең оңайын ұсынуға тырысасыз ба? Иә, оңай түрін өзіме қолжетімді, басқаларға да қолжетімді деп ойлаймын. Себебі мен де декретте ғанамын, мысалға, кейде болатын жағдай болады, кейде болмай қалатын жағдай болады. Соны да ескере отырып, сондай рецепттарды түсіремін. Бір жағынан уақытты да үнемдеуге көмектеседі. Өзім қолданып, тәжірибемен өткен рецепттарды ғана саламын. Дұрыс шықпаған рецепттарды мүлдем каналға қоспаймын. Тамаша, Гүлім ханым, енді көзім түсіп отыр жаңағы бері. Өте әдемі екен, бетіне бір тәтті ағынтақ себілген сияқты. Иә. Бұның енді жасалу жолымен бөліспес бұрын бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз. Саламатсыздар, таң жарық. Қалыңыз қалай апай? Қайырлы таң. Рахмет. Ялымсыз диплом алдық. Рахмет. Нағымызға қош. Негізі кредит өте қиын маман. Дұрыс айтасыз. Бермес. Бақытты болыңыз, елді қуантыңыз. Қашан болса да дерс мықты бол. Тамаша. Енді мен мына сұраққа жауап беремін. Мархабат. Бұл қай елде, бір Европа елде ыстық қанда шоколад жағатын салтық болуш. Тамаша. Жалпы өзіңіз тәттіні қаншалықты жақсы көресіз? Тәттіні жақсы көреміз. Келіндікті, мешканасы, грияж, бала күнін төлеген, борганки бәрі болған ғой. Тамаша. Ал үйдегі балаларды қаншалықты тәттімен алдайсыз? Тәттімен алдаған бен былай ақ. Тамаша. Енді Ғали апа айтып жатсыз, кондитер маманы бір ең қиын салалардың бірі деп. Өзіңіз жалпы тәтті пісіресіз бе үйде? Пісірамын, пирог пісіремін, басқалар пісіремін, көбінесе пісіремін. Керемет. Нәрсе көп. Енді Қалар, кеме қалар. дұрыс айтасыз. Енді Гүлім ханымның парақшасына міндетті түрде тіркеліп, ютубтан қарап пісірсеңіз болады. Айтуынша бірде-бір рецепт дұрыс шықпауы мүмкін емес, міндетті түрде шығады дейді. Сондықтан келесі жол хабарласқанда жақсы хабар күтеміз сізден. Керемет бір пирог пісіріңіз. Хабарласқаныңызға рахмет, Ғали апай. Тамаша, енді көрерменге де, аяулым өзіңе де қызық болып отқан болар. Бұл тәттінің жасалу жолы қандай? Не айырмашылығы бар? Шынымды айтсам, бұл пирогты осы шығарды дайындап келдім. Тамаша. Свежий, бүгінгі ғана жасалды. Өте тез жасалады бірінші жағынан. Менің отбасымда, мысалы, өзімнің ұлым өте сүйіп жейді. Күнде пісірем десем де болады, шынымды айтсам. Жасап пісіргеннен кейін міндетті түрде бір түйір қалмай желініп кетеді ғой. Тамаша. Гүлім ханым жаңа айтып жатсыз, енді өзімнің тәжірибемде көптеген нәрселер дұрыс шықпай жатқан кездер болды деп. Бір есте қалатындай бір оқиға бар ма? Бір маңызды күні тортыңыз шықпай қалып. Иә, болды. Ондай кезде не істеу керек? Мысалы, менде де үйде түрлі жағдай болып жатады. Қолымнан келмегенде бір маңызды күні асыққан уақыттарда әсіресе күнде жасап жүрген пирогымыз шықпай қалады. Иә, мен ондай кезде сасқалақтамаймын. Басында ренжіген боламын, енді көңілім түсіп қалады ғой бәрібір де. Бірақ кейіннен қайтадан өзіңді қолға алып, қайтадан бәрін басынан бастап қайта пісіріп жіберемін. Тамаша. Сол кезде дұрыс шығады. Бұл жерде айта кететін жағдай, әр тәттіні пісірген кезде әйел адам мысалға өзінің махаббатын, сүйіспеншілігін салып жатса, барлық зат біріншіден сразу шығады. Яғни асықпай басты ниет түзу болу керек дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Басты ниет түзу болып, отбасымды жаңағы келген қонақтарды қуантам деген ниетіңіз болса, сразу міндетті түрде жаңағы жасаған тәттілеріңіз бірінші жасағаннан сәтті шығады. Тамаша. Ал осы тәтті бәліштердің құрамына шоколадты қаншалықты жиі қосасыз? Жиі қосам деп айтсам да болады. Келіп жататын торттарға да, мысалы пирогтарға да бәріне қосылады. Шоколад өз дәмді бір дәм береді ғой, ерекше. Шоколад қосылған затты жесең өзің де сүйсініп, дәмді сезімге бөленесің ғой.
Енді шоколад күні болғаннан кейін жалпы қазір қарап отырсақ, шынымен күнімізді шоколадсыз елестету мүмкін емес. Иә, әсіресе балалар жақсы көреді. Кішкентай балалардан бастап тіпті қарияларға дейін шай ішсе де Иә. осы шоколадты жеп отырады, иә? Иә. Ал енді азаматтардың арасында, тапсырыс берушілердің арасында тәттінің қай түріне көбірек тапсырыс береді? Сметанник деген пирог бар, және осы шоколадный пирог бар, вопипай, красный бархат, жаңағы авторлық торттарға заказ келеді. Тамаша. Енді күніне қаншалықты осы тапсырыс қабылдайсыз, алдын ала қабылдайсыз ба немесе? Мен негізі жалпы алған кезде басында заказ қабылдауға қабылдап жүргем, бірақ кейіннен босандым, балам кішкентай әлі 4 айлық. Бала берік болсын. Рахмет көп. ютубты жүргізгелі бері заказды қолым тиген кезде ғана алып жүрмін қазіргі таңда. Бірақ заказ берушілер өте көп екен. Мен өзім таң қалдым. Бір жағынан соны ескере отырып өзім ойладым, неге осы адамдар бір тортты 10 мың теңгеге, 15 мың теңгеге алғанша өздері үйден пісіріп, соны дәмін балаларға, отбасыларына жасап пісірмеске деп өзім ойладым да. Осындай жаңа канал арқылы қыз-келіншектерге соны жеткізгім келді. Әсіресе біздің Талдықорған қаласына, мен естіп жатырмын да, Талдықорған қаласында ондай ютубпен айналысатын адам жоқ екен деп. Тамаша. Яғни сіз біріншісіз ғой. Білмеймін, біріншімін ба, бірақ естігенім бойынша сұрадым, сұрастырдым, оқығым келді, барып оқығым келді, ютубпен айналысатын адам болса деп іздестірген кезде біздің қаламызда ондай адам жоқ екен. Тамаша, енді айтып жатырмыз ютуб парақша деп. Көрерменге айта кетейік, парақшаның аты қандай, қалай тіркелсе болады? Парақшаның аты өте оңай, Гүлім Қожахмет деп ағылшын әріптермен жазса бірден шығады. Өте көптеген рецепттер бар, бұйыртса бұдан да көп рецепттермен таңғалдырам деп ойлаймын. Тамаша. Ютуб парақшаңызды жүргізгеніңізге қанша уақыт болды? Шамамен бір 6 айдай болды. Тамаша. Оның босанғалы міне 3 айында өте белсенді жұмыс атқарып келе жатырмын. Күнде күнара рецепттер түсіріп салып тұрамын шамама қарай. Яғни өзіңіз түсіресіз, өзіңіз монтаж жасайсыз. Өзім түсіремін, монтаж жасаймын, озвучка жасаймын. Керемет. Барлығын өзім жасап саламын. Барлығын үлгеруге болады дейсіз ғой, енді Иә. балам кішкентай деп жатсыз. Баланы емізіп отырып оның бәрін жасай беремін. Тамаша. Басты рецепт түсіріп аламын, сосын кейін бәрін айтып түсіндіремін. Керемет. Ол да Енді біраз уақыт алады кәдімгідей. ананың қолы бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді деп осыдан кейін айтылады ғой. Енді аналар деген барлығына да үлгереді. Енді өзіміз күнделікті көріп таң қалып жатамыз. Енді Гүлім ханым, кондитер мамандығыңызды айттық. Біз сіздің бір хобби ретінде алып жүрген ісіңіз. Жалпы мамандығыңыз мейірбике. Иә. Осы салада қызмет етіп жүргеніңізге қанша жыл болды? Шамамен 6-7 жыл болды. Қазір декреттік Қазір демалыстасыз. декретте. Қайттан ораласыз ғой? Бұйыртса. Ол да мен сүйікті жұмысым. Дұрыс айтасыз. Адамдарды қуантып, әсіресе қария адамдарды, кішкентай балаларды өте жақсы көремін. Бастысы қазіргі таңда барлық адамдардың дендері сау болса екен деп тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Қазір ауру да көп болып кетті ғой. Өте оңай емес. Бірақ сонда да басты дендеріңіз сау болып, отбасыларыңыз аман болса, бәрі де жақсы болады. Енді медицина саласы сұранысқа күннен күнге артып келе жатыр. Жалпы өз қалауыңызбен келдіңіз бе осы салаға? Иә, қалаған медицина қызметкері болу болатын. Өзім анам да мейірбике. Тамаша. Бізде қыздардың, біздің отбасымызда қыздардың бәрі мейірбике да, ал ұл балалардың бәрі военный, отан қорғаушылардың қатарынан табылады. Енді қателеспесек, бізде бір ақпарат бар, анаңыз да жұбайыңыз да осы медицина саласынан екен. Иә. Керемет, яғни бүткіл отбасы осы халыққа қызмет етіп жүр дейсіз ғой. Керемет бір қызғатындай, иә? Дұрыс айтасың, әріптес. Енді осылай бүгін студиямызға мейірбике болып, осылай тәтті дайындап, кондитер болып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Тәттіңізге тағы да мың алғыс. Рахмет көп. Көптеген рецептеріңізбен біздің қыздар қауымын қуантып жүре беріңіз. Оқырмандарыңыздың саны арта берсін, тапсырыс көп болсын. Тәттілеріңіз міндетті түрде дұрыс болып шықсын деп тілейміз. Келгеніңізге тағы да рахмет. Енді шыны керек, жаңа жасалу жолын сұрап едім, көбінесе аспаздар бөліскісі келмей жатады ғой. Енді білгілеріңіз келсе, YouTube парақшаңа кіріп, жазылыңыздар, тіркеліңіздер, сол жерде барлығы айтылған. Ал енді осы Қазақстан жұртшылығына, жетісу жұртшылығына өзіңіздің ізгі тілегіңіз, ниетіңіз болса, мархабат. Ең алдымен бірінші барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық,
ұзақ бақытты өмір тілеймін. Бала шағаларыңыздың қызығын көріп, күнделікті қуанышқа бөленіп отырыңыздар. Осындай тәттілерді жеп, көңілдеріңіз көтеріңкі отырсын. Жетісу телеарнасына рахмет. Адамдарды қуантып, осы Жетісу аймағындағы ең үздік телеарналардың бірісіздер. Сіздерді сүйіп, тыңдап, жақсы көріп қарап отырамыз. Көп рахмет сіздерге де жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Өрлеп биіктерден көріне беріңіздер. Әлемдік деңгейге шығыңыздар. Енді бір мынандай тәтті күні өте бір тәтті тілек болды. Сондықтан құрметті көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар.